Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 2-5 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Күн тәртібі. Бүгінгі сабақта 2-5 сандарына көбейту және бөлу кестесін қолдануды үйренесің. Алдымен экранға назар аударамыз. Күн тәртібін сақтау үшін әр оқушы не істеу керек? Яғни, күн тәртібін сақтау үшін ерте тұру керек, жуыну қажет, таңғы жаттығу жасау қажет, спортпен шұғылдану керек, таза ауада серуендеу керек. Сонымен қатар үй тапсырмасын орындауды ұмытпау қажет. Ал енді әр бағандағы өрнектер мен олардың мәнін салыстырып көрейік. 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35-ке тең. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30, 30-ға 5-ті қоссақ 35 болады. Демек, мұндағы өрнектердің мәні дұрыс құрастырылған. Яғни, өрнектердің мәні тең болды. 5 пен 8-нің көбейтіндісі 40-қа тең. 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35, 35-ке 5-ті қоссақ 40 болады. Демек, мұндағы өрнектердің мәні дұрыс құрастырылған. 3 пен 9-нің көбейтіндісі 27-ге тең. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21, 21-ге 3-ті қоссақ 24. Мұндағы өрнектердің мәні дұрыс құрастырылмаған. 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28, 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24, оған 4-ті қосқанда 28. Мұндағы өрнектер дұрыс құрастырылған. 4 пен 8-нің көбейтіндісі 32-ге тең. Ал 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28, 28-ден 4-ті азайтсақ 24. Мұндағы өрнектер дұрыс құрастырылмаған. 3 пен 9-дың көбейтіндісі 27-ге тең. 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24, оған 3-ті қоссақ 27. Демек, мұндағы өрнектер жұбы дұрыс құрастырылған. Балалар, сендер өрнектер жұбы дұрыс құрастырылмаған өрнектердің қатесін өз беттеріңше түзетіңдер. Есеп 2. Дүкенге әр қайсысында 8 килограммнан 2 жәшік сәбіз әкелінді. Дүкенге неше килограмм сәбіз әкелінді? Алдымен есептің шартын құрастырамыз. Әр қайсысында 8 килограммнан 2 жәшік бар. Барлығы неше килограмм сәбіз әкелінді? Есептің шешуін көбейту амалымен шығарамыз. 8 бен 2-нің көбейтіндісі 16-ға тең. Демек, дүкенге барлығы 16 килограмм сәбіз әкелінді. Есеп 2-нің В нұсқасын шығарып көрейік. Дәптерде 6 бет бар. Осындай А дәптерде неше бет бар? Яғни, дәптерде 6 бет бар. А дәптерде неше бет бар? Есептің шешуін біз көбейту амалымен шығарамыз. Мұнда А деп әріппен белгіленген, яғни қанша дәптер бар екені белгісіз. Сондықтан да бұл жер есептің шешуін А мен 6 мен А-ның көбейтіндісі деп жазамыз. Демек, есептің жауабы А дәптерде 6 мен А-ның көбейтіндісі ретінде көрсетілген. Осынша бет бар. Немесе балалар, А-ның орнына кез келген санды қоюға болады. Мысалы, дәптерде 6 бет бар. 5 дәптерде неше бет бар? 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30-ға тең. Жауабы 5 дәптерде 30 бет бар. Мысал 3-ке назар аударамыз. 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32-ге тең. 36 мен 4-тің бөліндісі 9-ға тең. Ал енді келесі өрнекке назар аударамыз. Алдымен көбейту амалы орындалатынын есте сақтаңдар. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең.
Біз 2 рет көбейту амалын орындадық, енді қосу амалын орындаймыз. 12 мен 16-ның қосындысы 28-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. 28-ге 14-ті қосамыз, 42-ге тең. Әрі қарай есептеуді өз беттерінше жалғастырыңдар. Кестені пайдаланып тура теңдіктер құрастыр. Балалар, мұнда біз жасыл жолақтағы сандарға тігінен орналасқан сандарды қосамыз. Яғни 18 мен 54-тің қосындысы 72-ге тең. Енді 18-ге 27-ні қосамыз. 45-ге тең. 18-ге 34-ті қосамыз. 52-ге тең. Ал енді 18 санына 49-ті қосамыз. 67-ге тең. Әрі қарай кестені пайдаланып, өздерің тура теңдіктер құрастырыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.